Бәріне сәлем. Бұл Роман, және бүгін біз постта мұнымен жұмыс істеудің қаншалықты оңай және ыңғайлы екенін көреміз. Бұл сіздің мекемеңіздегі кірістер мен шығыстар туралы қаржылық есеп. Бұл сіздің белгілі бір кезеңде қанша ақша тапқаныңызды және оған жету үшін қанша ресурстар қажет болғанын көрсетеді. Әрбір мекеме бірегей, сондықтан мұнымен жұмыс істеу есептік жазбаңызды одан әрі реттеуді талап етеді. Бұл туралы толығырақ бөлек бейнеде айтатын боламыз. Егер сіз посттермен жұмыс істей бастасаңыз, есептік жазбаны орнатуды елемеңіз. Онсыз сіздің мекемеңіздің қаржылық нәтижелерін сапалы талдау мүмкін болмайды. Қаржы қойындысына өтіңіз. Бұл есептің сынақ нұсқасында сіз мекеменің соңғы жұмыс аптасының деректерін көресіз. Ақылы нұсқамен мүмкіндіктерді кеңейтіңіз күнді таңдаудан басқа. Оның жалпы кірістің жалпы сомасынан есептелетін пайыздық мәнді көрсету мүмкіндігі бар. Сонымен қатар есептегі деректерді Excel пішімінде экспорттай аласыз. Есептік жазбаңызда бірнеше мекеме болса, олардың әрқайсысы туралы есепті көресіз. Бұл жеке нүктелердің нәтижелерін салыстыруды ыңғайлы етеді. Сандарды айлар бойынша көрсету немесе жасыру үшін мекеме атауының жанындағы көрсеткіні басыңыз. Есепте нөлдік мәні бар жолдар көрсетілмейді. Егер таңдалған кезеңде жеткізілім сатылымы және басқа транзакциялар болмаса, бет бос болады. Панельдегі бағандарды жылжытуға болады. Ол үшін курсорды оның атына басып тұрып, оны қажетті орынға сүйреңіз. Кірісі бар. Блогында тауарларды және сол карталарды сату, қызмет көрсетуден түскен кіріс және транзакциялар туралы деректер бар. Бұл блог автоматты түрде сіздің кассалық ауысымдарыңыздың мәліметтерімен толтырылады. Тауарлар мен техникалық карталарды сату бұл сіздің мекемеңіздегі негізгі табыс. Акциялардың барлық жеңілдіктерін шегеріп, бонустармен төлеу, стандартты чектерден басқа. Оған онлайн төлемдер мен қосымша төлем әдістерін қолдану арқылы сату кіреді. Қызмет көрсетуден түскен табыс, қызмет көрсету пайызы мен жеткізу ақысынан тұрады. Транзакция сомасы үнінде көрсету үшін конфигурацияланған санаттары бар барлық кіріс транзакцияларынан тұрады. Қосымша мәліметтер алу үшін жолдардың атын басыңыз. Блоктың өзіндік құнына тамақ дайындауға арналған азық-түлік шығындары, сондай ақ түгендеу нәтижелері және қоймадан қолмен есептен шығару кіреді. Соңғысы қызметкерлердің тамақ дайындаудағы қателіктері немесе азық-түлікпен қамтамасыз етудің тым көп көлемі туралы айтуы мүмкін. Марж бұл сату сомасы мен сатылған өнімнің өзіндік құны мен сол карталардың арасындағы айырмашылық, яғни бұл көрсеткішке өнімнің әрбір сатылуы мен жеткізілімі әсер етеді. Бірақ жалдау құны мен коммуналдық төлемдер әсер етпейді. Мекемелер бұл көрсеткішті басқаша талдайды. Мысалы, барлар үшін сатылған алкоголь үшін маржды бақылау маңызды. Мейрамханалар асхананың нәтижелерін көбірек бақылайды. Шығындар блогына комиссиялық сыйақы кіреді. Егер сіз оны тиісті төлем әдісіне орнатсаңыз, ол автоматты түрде есептеледі. Бұл жерде тек мекеменің шығындары ретінде белгіленген себептер бойынша есептен шығару қоймадан есептен шығаруға жатады. Жеткізу санаты мен кассалық ауысымды қоспағанда әкімші панеліне қосылған шығыс транзакциялары. Әдетте бұл жерде мекемелерге операциялық жалдау ақысы, жалақы, жарнамалық шығындар және әрине бухгалтерлік есеп жүйесінің шығындары кіреді. Есептегі деректер транзакция күні бойынша көрсетіледі. Бұл сіз қызметті немесе өнімді алған күн, яғни міндеттеме пайда болған күн. Транзакцияны бақылау тақтасының әкімшісіне немесе кассаға қосқан кезде оны көрсетіңіз. Егер сіз мәміленің жасалған күнін көрсетпесеңіз, транзакция жасалған күнімен үнге түседі. Салық салуға дейінгі пайда кіріс формуласы бойынша өзіндік құн мен шығыстардың сомасын шегергенде есептеледі. Салықтар блогында таңдалған кезеңдегі сатудан түскен салық сомасы көрсетіледі. Жалпы соманы қадағалаңыз немесе оны әр салық бойынша бөлек қараңыз. Салықтан кейінгі пайда бұл салыққа дейінгі пайда мен салық арасындағы айырмашылық. Бұл ақша роялти мен дивидендтер төлеуге және қаржылық жастықты қалыптастыруға жұмсалады. Мысал ретінде, мұнда қалай жұмыс істеу керектігін қарастырайық. Жазғы маусымға дейін көптеген мекемелер мәзіріне салқын сусындар қосады. Бұл көмегімен сіз осы санаттағы сатудан түскен кірісті жылдам талдай аласыз және оның жалпы кірістің қанша пайызын алатынын көре аласыз. Соңғы 12 айда сұраныстың қалай өзгергенін көру үшін нәтижені өткен жылмен салыстырыңыз. Сонымен қатар, бірнеше ай ішінде сатылған өнімнің өзіндік құны айтарлықтай өскен жағдайларды қарастырайық. Мұның себебі неде екенін және қалай әрекет ету керектігін қалай түсінуге болады. Өзіндік құнның өзі проблемалардың бар екенін көрсетпейді. Мүмкін, керісінше, сіз сатылым бойынша жаңа рекорд орнаттыңыз. Бірнеше айдағы сатылған тауарлар мен сол карталардың өзіндік құнының пайызын салыстырып жатырсыз. Егер өзіндік құнның пайызы да өсетін болса, мәзірдің жеке санаттарына назар аударыңыз. Мысалы, соңғы 3 айда десерттердің өзіндік құны айтарлықтай өсті. Бұл жағдайда басқарушылық шешім қабылдау, бағаны көтеру, жеке позициялардан бас тарту немесе балама жеткізушілерді іздеу керек. Осы опциялардың бірін таңдау үшін
BEM талдау статистикасын таңдап, десерттер санатын таңдаңыз. Осылайша сіз әрбір позиция бойынша сатылымдар санын, кірістер мен кірістерді жеке-жеке көресіз. Біздің мысалда балмұздақтың ең аз пайдасы бар. Біздің қаламызда бұл өнімге балама жеткізушілер жоқ екенін білеміз. Жақында жаңа маусым келеді. Сондықтан оны алып тастау мүмкін емес. Бұл бағаны көтерудің ең жақсы шешімін білдіреді. Қаржымен жұмыс жасаңыз және мұны үнемі тексеріп отырыңыз. Мен есепті аптасына немесе айына бір рет жасауды ұсынамын. Бизнестің табыстылығын бағалау, ингредиенттердің өзіндік құнын есептеу, оны мекеменің кірісімен салыстыру, бюджетті жоспарлау және өзгерістерді талдау үшін күндеріңіз сәтті өтсін және есіңізде болсын. Плакат арқылы сіз операциялық процестерді оңай жақсартып, шығындарыңызды оңтайландырасыз.